Алдардың бақсы балгерлерді күлкі етуі. Алдар шайтан жолдастарын ертіп, өзіне қызын бермей кеткен байдың аулына тартады. Жамбасыма бір келсең дегенді ойына алады. Күн жүреді, түн жүреді, бәрі де шаршайды. Бір қыстауға келіп, дем алып отырып, Түлен әңгіме бастайды. Анау күні шаршағанда алдарды мойнымызға мінгізіп едік. Ол әриәйдімін тауыспай сорымызды қайнат. 10 күн арқаласақ та әриәйдім бітіре алмадық. Бізді арқалайтын жол енді алдардікі дейді. Жоқ, қалайша менікі болады. Сондағы қойған шартымыз өлеңді айтып бітіргенше міну болатын. Менің онда өлеңім бітпеген болатын. Шын айтқанда мінетін кезек әлі де менікі деп ұшып тұра келеді. Алдар, қой ойбай, қой. Бұрынғы шартты да сенің бір рет мінгеніңді де ұмыталық. Қайтадан шарт қойсалық. Сол шартты орындағанымыз мінелік дейді Түлен. Түленнің бір қулыққа түскісі келіп тұрған Алдардың іші сезе қалады. Бұлғу нені шарт қылар екен деп күдіктеніп азырақ ойланып. Жарайды дейді. Ал, не шарт қоямыз? Қоятын шартымыз мынау болсын. Кәдімгідей төбелеселік. Сол төбелесті жеңгеніміз мінелік дейді Түлен. Мына Түлен менен өшін алғысы келген екен деп ойлайды Алдар ішіне. Мұның әділдік екен, бұл шартыңа көндім дейді. Түлен қуанғанынан секіріп түседі. Менің мойныма алдап мінетін неме ғой? Бұл қазаққа көресін көрсетейін дейді ішінен. Ал, қандай қарумен соғысамыз дейді Алдар. Таңдауын өзіңе бердім, қалағаныңды айт дейді Түлен. Олай болса қарымыз қамшымен құрық болсын. Оған қалай қарайсың дейді Алдар. Бек мақұл. Сенің менен гөрі шайтандығың мол. Сенің жолың үлкен. Құрықты саған бердім. Қамшыны өзім алдым. Бұған көндің бе дейді Алдар. Өте жақсы дейді Түлен қуанып. Мынау қазақтың нағыз жындысы екен өзі дейді ішінен. Олай болса жарайды. Ана құрығыңды ал, мен мына қамшыны алдым. Сыртқа шықпай-ақ осы үйдің ішінде соғысалық дейді Алдар. Мақұл дейді Түлен бұғанда. Олай болса кел дейді Алдар қамшыны үйіріп. Үйдің ішінде ұзын құрықпен Түлен қайрат қыла ала ма? Алдарды ең болмасы бірде ұра алмайды. Алдар 12 таспа дойырмен Түленді қып-қызыл шиедей қылып сойып салады. Түлен дойырдың зардабына шыдай алмай, өлім халіне жеткен уақытта айғай салады. Ойбай, тұра тұр, енді екеуміз қаруды айырбасталық. Құрықты сен ал, қамшыны мен алайын дейді. Оның да мақұл екен. Құрығың ұзын болып, зығырымды қайнатып едің, енді маған берші әкең танытайын дейді Алдар. Егер қамшыны берсе, есеңді бір берер едім дейді Түлен ішіне заланып. Алдар қамшыны Түленге береді де құрықты өз алады. Осы үйдің шаңдағы бұрқырап кетті. Тіпті демалуға болатын емес. Енді таза ауаға шығып соғыссақ жақсы болар еді дейді Түленге. Өте жақсы дейді Түлен. Жаңа үйдің іші тарлық қылып тіпті ұралмап едім. Енді көрерсің қызығымды. Өзің сортлеп алдың ғой деп ойлайды тағы да ішінен. Екеуі кең ауаға шығып соғысады. Ұзын құрықпен Алдар Түленді бұрынғыдан жаман сойып салады. Шолақ қамшыны маңына да жолатпайды. Алдардан бір емес 2 рет алданғанын түсініп Түлен, жұртты құртқан қу екенсің, енді қойдым деп құлай кетеді. Алдарға міну бұлай тұрсын, жарақатты болған дәлел қылып, Алдардан өзі азар құтылады. Бұлсым бір мініп алса, енді ғұмыр бақиға мойнынан түспес. Осыдан аулақ болайын деп, Алдарға бұдан бұлай міну туралы сөз қозғамайды. Біраз күн тынығып жатып, тағы да жолға шығады. Бірнеше күн жол жүргеннен кейін байдың аулына келеді. Байдың аулына келіп, байдың ақбоз үйіне кірсе, қыздың шешесі тағы бір жігіт жатыр екен. Жігіт қыздың қойнында жатыр. Жігіт жатыр қорылдап, бай қызының қойнында, дәнеме жоқ ойында, 2 қолы мойнында. Әй бәлем, саған бір қызықты көрсетейін деп, Алдар жігіттің үстіне мініп алып ойнақтайды. Құлан мен Түлен 2 жағында отырып алып, жігітті бүйірінен қытықтайды. Шайтандардың қытықтауына, Алдардың ойнақтауына жігіт шыдай алмай өліп кетеді. Жігіт көршілес бір ханның баласы екен. Біраздан кейін қыз оянып қараса, жігіт өліп қалған. Қыз шошып кетіп, шешесін оятады.
бір бәлеге қалдық дейді. Білсең жалғыз өзің біл, шашылмасын далаға. Не қылсаң да өзің қыл, жолықпайық бәлеге. Деп кемпір мен қыз жігітті қараңғы түнде далаға сүйреп, алыстағы бір қырдың үстіне апарып тастайды. Басқа біреу өлтіріп кетті десін, бәлесі бізден аулақ болсын дейді. Ертеңіне ханның жылқышысы жылқы айдап келе жатып, қырдың басында өліп жатқан адамды көреді. Бәлесі маған қалар. Біреу бәле жапса, мені кім ажыратып алар дейсің. Онан да аулақ болайын деп, ауылына хабар етуге тұра шабады. Өліп жатқан адамның қандай екеніне көз салуға да қорқады. Елге хабар еткенсін хан бұйрық етеді. Барып біліңдер, менің ауылымның төңірегінде өліп жатқан кім екен, өлтіріп жүрген кім екен дейді. Ханның қазылары, шабармандары шауып келсе, өліп жатқан ханның баласы. Келгендер ханға қайта шабады. Ханға естіртуге қорқады. Бірақ хан қысқасын айтпасқа амалдар болмайды. Хан естігенсін өкіріп жылап, бетін дал-дұл қылады. Жерден қаз, көктен қаз, ертеңге дейін өлтірген адамды тауып беріңдер, әйтпесе бәріңді дарға сам деп ақырады хан. Қазы мен билер елдің астан кестеңін шығарып, бақсы балгер іздейді. Бақсында балгерінде, құмалақшысында ханға айтады. Хан ордасына жинап алады. Қобыз домбыра аса мен бақсы бірге сарнайды. Ойын күлкі тамаша мен қыз бен жігіт жинайды. Темір жалап қызартып, түксейтіп өзін сазартып, қолдарын сілтер ұзартып, жындарын мақтап тазартып, құмалақшы жаурыншы, жайшы менен тамыршы, басқалар көп әлінше, бәрі жеңген өмірші, қара тасты қақ жарар, дүзөй дейді тас қират, жер мен көкте бір қарар, бұған тұрмас жын шыдап, жындар қашып жоғалар. Дүзөй дейді жарықшы, бақсының тілін құп алар, жындарды қағып алғышы. Отқа кесіп құр қолын, сілтесе қолы тіледі, таңғалғандай бір порым жалғыз бақсы біледі. Жабықты қолы тыңдамас, сілтесе қолын жеңгемас. Түрлі-түрлі жыны бар, түрлі-түрлі аты бар, түрлі-түрлі заты бар, жындыдан жынды жын қуар. Зіркілдейді бура жын, кісінейді айғыр жын, гүжілдейді бұқа жын, бақылдайды теке жын, соғып көтер пер жын, құдың дейді кәрі жын, патша жын, кемпір жын, айта берсем бәр жын, жұрт бұзылар өтірік үшін, өтірікшінің өтірік үшін, әлгі шайтан әлі жын, бір өтірік бір сын, шын өтірік өтіргісін. Бірінен бір өткен, әр түрлі нәрсені қару өткен бақсылар жындарын шақырып, үйді басына көтеріп, ойнап жөнеледі. Бұларға да бір тамаша көрсету керек деп, бұған алдар мен шайтандар араласады. Қызған темірді жалайтын бақсылар темірді тілдеріне жақындата бергенде, бұлар темірді шындап басып жібереді. Тілдерін күйіріп ойбай салып, қобызын лақтырып олар жөнеледі. Қарындарына пышақ тығатын бақсылар, қарындарына пышақ тыққанда, пышақты шындап басықталып, қарны жарылып олар жөнеледі. Жұртқа көрсететін тамаша өнері жоқ құр секектің бақсылары болса, оларды бір-біріне қағыстырып, бастарын жарып, оларды қуады. Құр сарнаудың бақсысы болса, жын шақырып сарнап отырғанда, қарауға болмайтын пішінмен олардың көздеріне көрініп, зәрелерін ұшырып, оларды тайдырады. Ақыр аяғында бақсы атаулыдан жан қалмайды. Әр жерде домалаған қобыз саймандары ғана қалады. Бақсы біткеннің бәрі қашып біткенде, қара көсеуді қобыз қылған бір кемпір қашпайды. Хан ордасында көп бақсыдан жалғыз солақ әрекет істейді. Ұзын емес арбаңдар, шабар емес борбаңдар, жүгіре басып жорғалар, тайпала басып шойқаңдар, тым пішіні сұп-суық, жалмауызға жұп-жуық, қарға тұмсық мұрны, келе алмайтын жан жуық деген бір қумыстан екен, аузынан көбігі бұрқырап, сөйле деп көсеуін жұлқылап, көзінен от шашып, «Әй алдар, әй түнеммен құлан» деп сарнап қоймайды. Мыстан кемпірдің сырды ашқанын алдар сезеді. Сезетте кемпірдің көзін жоғалтудың амалын істейді. Түлен құланмен ақылдасып жіберіп, дию перінің пішініне ене қалады. Диюды көрген жұрт бір жерде отыра ала ма? Байтал түгіл басқайға үрейлер ұшып қаша жөнеледі. Кемпір үйде жалғыз қалады. Айналасына қараса үйде бір адам жоқ.
Ойнақтаймын деп қаны кепкен кемпір жүгіріп қанның қара сабасына барады. Иіннен келіп ашып тұрған сабаны пісіп жіберіп, ішем деп жатқанда арт жағынан алдар келіп, екі аяғынан көтеріп сабағы басын тыға қояды. Кемпір тұншығып қорқ деп жанын жәннемге тапсырады. Сөйтіп алдар бүкіл бақсы балгер атаулыны күлкі етіп кетеді.